Осы Қазақстанға екі қатын ұстап тұрған, білмейсің ме? Біреу Баян Шаян, біреу жаңа Динара, екеуі бір екі бай еркек ұстап алған. Қазір деген тек жерге түкірігі түспей тұр сол екеуі. Айтып тұрған сөзін. Мен саған көрсетем. Мен кім екенін білмей жүр екенсің сен. Менімен көп ойнама сен. Динара Сатчан, Чайка, нөмір один Қазақстандағы. Мә, деловая колбаска ты вообще. Өздерің тілдеріңде. Кто ты такая мен ауруға тенейтін вообще? Давай менімен бірге осы сөзіме жауап берем. До конца барам мен. Бүкіл Қазақстан сылтаумен көтеріп тастайын бір жолата. Ақ пен қараның айқасын көрсетейін мен саған. Мені көп тілімді қышпаңыздар. Қазақстанның қыздарының бұзылуы намысын қорғауға мен керек болсақ өз қолыма алатын болам. Сенекі Чайкаға ешкімді жем қылдыртпаймын. Тоқтатыңдар екеуің вообще. Сенде тоқтататын бір намыс жоқ адам жоқ па не Қазақстанда? Қара бұны. Сендердің сөздерің сөйлеп атқан сол өздерің сияқты жегі жүрісті әйелдер. Намысы жоқ. Любой сөзің менімен до конца бар. Міне айтатын сөзімді айттым бүкіл. Енді менімен істейтіндерді екеуің істеңдер, давай көрейін. Мен де до конца барам. Давайте. Көрсетейін мен сендерге не болған сосын. Ойнайтын адам тапқан екенсің, ырыс балаға тиісіп. Мен тиіссем Қазақстанды бұзатты адамдарға тиіссем. Бастарын алып жүремайтын адамдарға тиіссем. Түсінікті ма сендерге? Сендер сияқты тойынған қатындар емеспін мен. Намысым өз орында тұрған адамын. Шіруха нағыз. Жабаусың де. Істейтіндерді мен айттым ғой. Жазып алып жіберіңдер ана елге. Маған до конца барсын. Көрсетейін мен оған. Әйелдердің намыстарына. Орамалымызды сыйламаған үшін. Мен ауруға тенегіші жауап бересің, Динара Сатчан. Динара Сатчан жауап бересің, мен сені аямаймын енді. Екі дүниенің, о дүниенің бар екенін көрсетем саған. О дүниенің бар екенін көрсетем саған. Шайтандар нағыз. Жын ойнақтар нағыз жүрген. Жатқан жыланның құйрығын басып шолмас сене. Мен Қазақстанда сенде сонда намыс жоқ, намысы бар аналар жоқ деп ойладыңдар ма не? Бетімен кеткендер кіл. Мә, менің намысымды қозып, мен бұларды құрсын деп жүрсем, мені жазып қойып сөйдіп. Қаншама камера қойып атсыздар да, қарапайым халықты қорқытып, үркіту мына үкіметтің отырған чиновниктер. Кешегі ана болған Алматыдағы жол оқиғасы, чиновниктің балалары көшенің қақ ортасында 5 машина болып жарысады екен. Не көрдіңіз ба? Сіздердің сонда заңдары кімге керек? Конституция кімге керек? Тоқаев бастаған үкімет. Адамда шамалы бір совесть болу керек, ұят деген. Нағыз атанағыл етсіздер осы жүрген. Не масқара ана? Осыдан ана чиновниктің балалары ұсталмайтын болса, сіздерге басқаша сөйлесу керек қой, халық бұл. Қашанғы шыдауымыз керек? Біз мына үкіметтің қорлығына қашанғы шыдауымыз керек? Істеп атқан заңдардың ешқандай халыққа пайдасы жоқ қой, мысалы. Ол заңға бірінші өздері бағыну керек. Бәрін тауып көтелдері жылтырап жүріп бар ғой, жоқ адамдар. Сендердің сөздерің сөйлесе не? Баянның бір жеріне кіріп өтіп барсыңдар. Баян сендерді аяса баяғыда алып береді сондайлар. Бір қыз жібек апамыз бір Марстан или басқа планетадан ұшып келген жоқ. Баяғыдан бері сол Баянның көзі бақырайған көзі көрмей қалған ба соларды. Бұл кешегі айқайдан шу шығардық, лапылдатып, от жақтық. Соны сөндіру үшін жүгіріп кетті ғой тек Баян. Жүгіре берсін Баян Шаяндарды әлі жүгіртеміз, тыныш отырыңдар, ана жерге одан да нормально пікірлеріңді қалдырып кетіп, 5 комментарий қылып кетіңді шеш. Дұрыс, давай деп біз сияқты алабайларды айдақтап кетсе ғой, ана өз үшін жүгіреді, ондайларды талайын шөк айтатып береміз ғой, жүгіріп. Не ол? Баяғыдан бері собайлар қозғалса қаяқта қалып, дүйше түрлі ақшаны қалталарын жамбасқа басып жатыр. Шығарыңдар ақшаларыңды, давай, әлі де көп бізде ондай үйі жоқтар. Ойба, мұнан тағып қылғынып, мола қалып кетесің ма, 100 миллионның алтындарын тағып, қайқы барасыңдар? Алып бер ана көзі жасауыра отыр. Осы Қазақстанға екі қатын ұстап тұрған, білмейсің ме? Біреу Баян Шаян, біреу жаңа Динара, екеуі бір екі бай еркек ұстап алған. Қазір деген тек жерге түкірігі түспей тұр сол екеуінің. Бірақ істеп атқан бір қазақша сөйлеп еліне жаны ашымайды. Істеп атқандарын бәрі тек ол өздері пайдайды, сол екі қатын ешкім ештеңе білмейді. Тек өтірген ме? Кеше ана показ күшті болып жатыр, енді масқара. Қарадым жаңа Динара Сатчанмен. Жұрттар жазып жатыр, қалай қарауға болады, қаяққа барып десе,
бұл жерге арнайы шақыртқан адамдар келеді деп қойды. Ол арнайы шақыртқандарын көріп отырмын. Кіл жаңағы байлары осы үкіметтің шөпкетшілері, соны қатындар бастары қақайып отыр барып. Бір кедей жоқ айтып, жаңағы ең болмаса қатысқан қыздар көрініп тұр. Дизайнердің жұмыстары, бірақ көбісінің материалдары арзан көрініп тұр. Мынаусы жоқ екен шамалы. Бастары бар, мынаусы жетпей тұр. Соны мына Баян деген шылқып жүрген Динара Сәтжан екеуі. Олардың бәрі сол қазына түскен ақша. Керек емес, итке керек емес жобаларымен, елді бұзар жобаларымен үкіметтен бәленбай ақшаны қазына сыпырып алады. Мысалы, олардың жобасы кімге керек? Ана өткенде жасаған әрбір қыз сыны деп қояды. Өзінің қыз бұты жоқ, инабаттылығы жоқ, имандылығы жоқ. Баян Есентаеваның қыздарға берген бағдарламаға кімге керек? Тұрсынбектің әйелін қасына алып апты, бүкіл айырылысқан, бүкіл семьяны, жанұяны бұзып жатқан сол Баян отқа май құйып. Болмаса сол мөлдір ақыл айтатын адам тапқан екенсіз. Сол Баян мен жаңа Динара Сәтжанның қасында жүр ғой. Соның өнегесі болмаса мөлдір деген өте тәрбиелі қыз ғой. Анасы қайтыс болған жетім қызбын деп жылайды ғой. Тәрбиелі ақылды бізден неге сұрамайсыз? Саған сықитып беретін. Қайдағы жоқ жүйріктерге еріп алып жүрсің, қарашы. Мысалы, бізді, Баян екеумізді кейбір адамдар сынайды. Айтады, сендер орыс қолсыңдар, қазақша таза сөйлемейсіңдер. Бірақ біз енді мүмкін орыс тілінде оқыдық, орыс редакциясында жұмыс істедік. Бірақ қазіргі уақытта тырысып жатырмыз, қазақша сөйлеп жатырмыз. Бірақ Баян бір рет айтты ғой, жақсы. Мен мүмкін қазақ тілінде жақсы сөйлемесем де, қаншама проекттерді Баян мысалы Қазақстанға жасады. Қаншама қазақ аруы, қаншама фильм, қаншама әншілер. Олардың бәрі қазақ тілінде ғой. Сол үшін біз бір-бірімізді сынамайық, бір-бірімізді қолдайық. Өйткені біз и так-то азбыз, да? И особенно әйел адамды қолдау керек деп ойлаймын. Мына әйелді маған ұлбағы шекет, мен үйге қарамайма тоқтатқан екен. Мен сені бүкіл Қазақстанға ешқандай сетевой бизнес айтып, Айнұр Тұрсынбаева бүкіл Қазақстанды құртып жатыр, президент сізге жолдау. Мына қосар әйелдер ертең қор болады. Мына ол бақамет еще олардай. Мына даладан мынау ешқандай да пайда жоқ халыққа. Ішіне нават салып қойып халықты алдап жатыр. Қайдағы ақша ол? Бір шайды өзіңе беріп бір-біріңді алдатып болды. Тоқтатсын мына Айнұр Тұрсынбаева түрмеге қамау керек басқа. Айнұр Тұрсынбаеваның мына компаниясы ол ештеңе емес, бүкіл Қазақстан ертең бақабес қылып шығарады. Бәрі оранып, қап-қара кейін, ана біздің перизаттарда соның істегені ғой. Еще арабтар бұларға ақша төлейді ғой. Ана әрбір қыздарын болса кейіндеп суреттерін жібереді еді. Бүкіл ана шайға бес, ол арабтың ақшасына қысып отқан әйел ғой ол. Біздің айтыстан бас тартқан Айнұр Тұрсынбаева, Сара ана айтысты бәрі тоқтатқан қатындар ғой бұлар. Арабтың құлы болып кеткен. Ертең біз бүкіл салт дәстүр бәрі жоғалтамыз. Миы бір уланған адам лекерге келмейді. Тек заң көмектеспесе, мен перизатымда жүрген оранып. Ештеңе істей алмайсыздар ертең. Сондықтан бұл әйелді депорт вообще кіргізбеу керек Қазақстанға. Түркияда қашып жүрген әйел ғой бұл деген. Қазақстан бүкіл қатын етіп өзі бір басында дұрыс емес әйелдердің бәрін жинап алып бүкіл конференция ертең сол намазхандар жетпейді оранып. Мына оразанда сол тоқтату керек, ондай арақ ішіп алып ораза, бұл ораза саған ойыншық емес, елдің берекесі содан кетеді. Саламатсыздар ма халқым? Мынау халық болмаса біз ешкім емеспіз ғой, бірақ мына Бағдагүлдің сонша көтіне кіретіндей мына бір Мейрамбек деген және де тағы біраз адамдар жазып жіберіпті. Абайла, үйтіп қама, бүйтіп қама, ишак, мал, сен ишак Бағдагүлдің алдына барып қама деп. Құдай оның алдына барғызбасын, Бағдагүлдің алдына, ол сияқты өтірікшілердің алдына бармай қояйын. Мейрамбек, мал мен ишакты айнадан көресің. Сен сияқты еркек сымақтар, бишара еркек болып қалай жүрсің? Көтіне кіріп кетесің ба, қайтесің Бағдагүлдің? Кірсең кірсейші бар Бағдагүлдің көтіне. Сен сияқты малдар өзі не қандай адам зат болса, сондай болып өзі айтады да, мал ишак деп. Сен мал ишак болғаннан кейін біреуге мал ишак деп жатсың. Айнадан көрім ишак пен малды, білдің ба? Малғұн, бишара.